Жаңаөзен қаласындағы медицина мекемелері 6 айлық қорытынды есеп берді. Ақ халаттылардың жарты жылдық жұмыстарының есебін тыңдауға қала әкімінің орынбасары Нұрберген Худибаев қатысты. 2012 жылдың алғашқы жарты жылдығы бойынша қаладағы медицина мекемелері өз атқарған қызметтерінің есебін баяндады. Атап айтар болсақ, емдеу сауықтыру мекемелерінің санитарлық эпидемиологиялық жағдайлары және маусымдық ішек ауруларының алдын алу жұмыстарына дайындығы, туберкулезге қарсы қызмет мәселелері мен осыданға дейінгі сәби өлімі, әйелдер денсаулығы сөз болды. Медициналық кеңесіміздің 6 айдың қорытындысы бойынша есебі бүгін емдеу сауықтыру мекемелерінің осында басшылары, орынбасарлары, бөлім меңгерушілері және дәрігерлер осында қатысып отыр енді. Бізде 7 емдеу сауықтыру мекемесі бар. Қалада осылардың көпшілігі бүгін қатысып отыр. Жаңаөзен қалалық емхана, балалар емханасы, жедел жәрдем станциясы, жұқпалы аурулар ауруханасы, ас блогында күрделі және ағымды жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне, одан кейінгі орталық аурухананың кір жуу бөлмесінің қасында орналасқан медициналық қалдықтарды өртеуге арналған муфелдік пештің қала сыртына көшірілу мәселесін шешуге, жұқпалы аурулар ауруханасының дискамерамен қамтылуы мәселесін шешу, жедел жәрдем жұқпалы аурулар ауруханасы, балалар емханасының медицина қалдықтарды сақтауға арналған бөлмелері Қазақстан Республикасының үкімет қаулысының номер 87 17 январь 2012 жылғы денсаулық сақтау нысандарына қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сай жасақталуын, осы мәселелерді шешу. Осы бізде атап көрсетілген барлық емдеу сауықтыру мекемелері бойынша осы Қазақстан Республикасының номер 87 үкімет қаулысы бойынша осы барлық талаптарды орындалуын талап етеміз. Жиын барысында құрт ауруына шалдығатындар биылғы жылы өткен жылдармен салыстырғанда біршама азайғандығы айтылды. Сонымен бірге қаладан 18 шақырым қашықтықта орналасқан жаңа туберкулез ауруханасына көлік қатынасын реттеу сынды бірқатар шешімін таппай отырған мәселелер ортаға салынды. Жаңаөзен қалалық туберкулез ауруханасының сыртқы инженерлік тораптары, яғни 12-13 километрге созылған электр тоқ жүйесі бар, телефон байланыс жүйесі бар, газ құбыры бар, соны мамандандырылған мекемелерге меншік иесіне беру керек. Ол ешкімнің меншігінде емес, тапсырыс негізі кезінде қалалық әкімшіліктен тапсырыс беріліп жасалған дүние. Былтырғы қыстың қатты болып, сол кездерде ешкімнің иегінде болмағандықтан, ол жерде бұзылғандары ешкім жасамай, қиындықпен жасалса да ұзаққа кетіп, сол қиындық көрдік біздер былтыр қыста. Бүгінгі күнге дейін телефон байланыс жоқ. Неге десең, иесі жоқ, екі ортаның иесінің. 15 километр. Мен оның маманым жоқ. Жаңа электр жүйесі бұзылса да, менде ондай маман жоқ, үлкен жаңа жоғарғы қысымда нелерге баратын. Сондықтан осы 15 километр жердің иелері табылып, қабылдап алса, сол менің де жұмысыма кедергі келтірмес еді. Апаттық жағдайда біз қорқып отырамыз. Ал қалалық перзентханада өткен жылы 6 айда 15 бала шетінесе, биылғы жарты жылдықта 4 нәресте өмірден өткен. Бұл біршама төмен көрсеткіш деп бағаланса, керісінше босанушы әйелдердің критикалық жағдайлары салыстырмалы түрде 12-ден 16-ға өскен. Бұған себеп жоспарсыз жүктілікпен ана атанушы тұлғалардың дер кезінде дәрігерлік тексеруден өтпейтіндіктері дейді мамандар. Индира Сатимбаева, Қуандық Ханиев, жаңалықтар.